Астана Эмбасси студиясында Қазақстан парламентінің сенатор, сыртқы сауда саласының маманы, дипломат Сәкен Сейдуәлиев. Ол тәуелсіз Қазақстанның халықаралық экономикалық байланысын құрылысшылардың бірі. Кеңес заманында Нигерияда зауыт салған. Дипломат ретінде ол Таиландтағы цунами кезінде құтқару операциясына қатысқан. Вена мен Братиславадағы халықаралық ұйымдарда қызмет істеген. Өзінде де енді бір жартысынан көбі қазақшаның қарық қылмайды. Өткен себебі бізде егер біздің тіліміз болмаса, біз қазақ бола алмаймыз, мемлекет бола алмаймыз. Тек қана қазақ сақталып қалу үшін қазақ деген халық. Ол қазақша сөйлеу керек, қазақша жеткізу керек, қазақша жаңағы жасанды интеллект жасау керек. Қазақша ол жасанды интеллект бізге жауап береді. Анау Масиновтың кітабын оқыдың ба? Сонда ағылшынша қазақша жазған. Келешектің әміршісі жасанды интеллект болады деп. Мен ағылшыншасында қазақшасында оқыдым. Қазақшасын оғанша жаздым. Мынау егеменді қазаққа мынандай бір бет не жаздым, лицензия. Оқығанымда немде бәрін. Сен оны тауып алып оқысаң, сол жерде көп нәрсені аңғаруға болады. Ал енді бұлай қарап айтатын болсақ, егер мынау біздің тарихымызда, ол кеше ғана октябрь революциясынан кейін басталған жоқ, біздің тарихымыз терең, баяғы неден келе жатқан. Сол себепті мынау егер сыртқы қатынастарға келетін болсақ, онда соған лайықты, сол біздің өз қазіргі заманға лайықты мамандар дайындауымыз керек. Мен мысалы Сорбонна Қазақстан университетінде қазақ группасында дәріс оқыдым. Сонда менің байқағаным, оларда кінә жоқ. Олар жақсы қазақ тілін білмейді. Қазақ тілін оның үстіне сыртқы істер министрлігінде істеу үшін қазақтың грамматикасы емес, оның әртүрлі нелерін білу керек. Мен мысалы айтсам, қазір саған әдейі ала келдім, үлкен күшті ғалымдармен сөйлестім, қазақ тілінің мамандары. Мысалы, мына соның ең қазақ тілінің үлкен маманы Әлімхан Жүнісбек. Міне, мынандай сингармология или неизвестный сингармонизм деген... Орыс тілінде жазған ба? Жоқ, оны сондайға, бірақ негізінде сол біздің түрік тілдес елдердің, қазақтың түрік тілдеске көбісі кіреді ғой, қырғызы бар, басқасы бар, анау-мынау. Мынау несін өзің оқысаң, Сәкеске сәт деп жақында қайтыс болды байғыз. Осы бір ай болды қайтыс болды. Аманшылық болсын, іске сәке. Мысалы, мен оны қолға алып жатқаным, сенің атың кім еді? Ботагөз. Ботагөз. Айналайын, біз кеткеннен кейін оны ешкім алмайды, ешкім қолға алмайды. Біздің поколение кеткеннен кейін. Мынау, наверное, мен ең соңғы магиканың біреуі боларын, қазақ тілін сол неге енгізу керек. Не просто декларация. Үйтеміз, жаңағы заң жасаймыз, заң істемейді егер оны кіргізбесең. Мен осыны сыртқы істер министрлігіне кіргізейін деп сонымен әрекет жасап жүрмін. Бұнда үш компонент керек. Бірінші компонент ол мынау маман. Қазақ тілінің тереңдігі, оның байлығы. Екінші компонент, ол соны мынау неге жасанды интеллектіге жеткізу. Түсініп жатсың ба? Жасанды интеллект қазақ тілінде сөйлесу керек. Ол қазақ тілінде ойлану керек. Ал оның бәрін істеу үшін соны жан жағдайын түсінетін адам керек. Мысалы, мен сол ретінде жүрмін. Мен жаңағы жасанды интеллект жасайтын технар емеспін. Жаңағы операционный система, онысы мен білмеймін. Қазақ тілінің мамандары, мына кісілер, бұлар енді нағыз Байтұрсыновтан бастап сол барлығы осы қазақ тілінің несінде жүрген адамдар, жан жағында. Анау Роза Сыздықова деген апам болған академик. Ой, так великолепно, енді тамаша болғанда тамаша. Осының барлығын жеткізу үшін, осының барлығын төкпей, кәдімгі қандай керемет сөздер бар, қандай керемет сөйлем бар. Оның барлығы шұбарланғаннан кейін, оның барлығы әртүрлі болғаннан кейін ол ойдағыдай болмайды. Мынау әсіресе дипломатия тілінде қазақты сөйлету, ол
өте маңызды. Қазақ еш уақытта жай сөйлемеген, астарлатып сөйлеген. Астарлатып ты должен сама догадаться деген сияқты нәрсе ғой. Мақала, барлығы астарлатып сөйлеген. И сосын мынау айтыста да көрмейсің бе? Экспромтым айтысады, сол кезде кімнің ақылы терең, кім жан-жақты келіп, Абай айтқан ғой, өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы деп. Көрмейсің ба? Қандай сол 4 шумақпенен қазақтың барлық несін келтірген. Сол үшін мен енді бір Алланың қолында ғой, бәріміздің уақытымыз не. Уақытым жеткенше осы істі жүзеге асырамба деген ойым бар. Алла айтса, мүмкін президент Тоқаевқа да кіріп шығармын. Қазақта мақал бар, өзің білме, білгеннің тілін алма деген. Бұл жаман қарғыстың біреуі. Мына көбісі кішкене бірдеңке біліп алса, болды ойлайды, мен бірдеңке білдім. Жаңа кухонный сөздер бар ғой, сондай-сондай. Ал қазақтың тілі, әсіресе мынау қазір латиницаға көшеміз деп жатырмыз ғой, сонда кейбір дыбыстар сол кішкене қиындау болып тұр. Мысалы, деген әр, мысалы, сол сияқты нәрселер. Соның барлығын тереңнен түсіндіріп, егер біз өзіміз жасап бәрін шығарсақ, біз онда мынау ақшқа, не болмаса Ресейге, не болмаса Қытайға электрондық қой болып кетпейміз. Олар бізді қазір электрондық қой ретінде қарап отыр. Олар қазір тыңдап отыр екеуміздің сөйлегенімізді. Сен қандай сұрақ беріп жатсың, мен қалай жауап беріп жатырмын. Мысалы, ол шындық. Жаны ашитын адам осылардың бәрін түсініп, барлық шын тәніменен кірісу керек. Өйткені ол әшейін жазып бергенде оқыған бір басқа. Ал енді өзің жаныңнан шығарып, өзің тірі жансың ғой, білесің ғой, қалай айту керек екенін. Сондай нәрселерді жеткізуіміз керек. Сол үшін мынау жасап атқан жұмыстарың оңды болсын, мен оған қосылам, қолымнан келген білімімді, тәжірибемді бәрін айтып беруге дайынмын. Мен енді бір болған оқиғаны айтайын. Менімен бірге Баль Эмиль деген еврей бала оқыды. Бәрі 5, бір 4 жоқ. Ол Мәскеуде ме? Мынау неде, политехта, энергетика несінде. Ол біз құсап отырып жаттамайды, ештеңкені, бірдеңкені неғымайды, сразу на ходу жаңағы былай неғып кетеді. Содан сол мынау неге Павлодар облысына Баянауылға бардық та, ол кезде студент отряд деген болатын. Сонда бұлай 100 метр, бұлай 60 метр мынандай неден бутовый камень дейді, тастан соны не жасадық, кашар. Күн ыстық, мына жерге басын қойып алған, мен бұлай жатырмын, ол бұлай маған айтады, Сәкен, после прохождения какой стадии остается горшки деді. Баран деп бірден айттым. Одан кейін айтады, после прохождения какой стадии остается лепешка деді, корова дедім. Сосын айтты, ты не скажешь, какой последнюю симфонию написал Чайковский деді. Шын айтсам, Чайковский дегенді бірінші естігем, сосын айттым, кешір мен байқан жоқ, ол мені жаңағы сөзбен ұстайын деп отыр деп. Сосын айтты, ой, ты хороший парень дейді, мынау навоз ты хорошо разбираешься, а вот музыки нет, это сосын шекір, мына жерінен ұстап алып айттым да. Намысың енді мен айтым, сен кішкентай кезіңнен жаңағы неге музыкальный школға бардың, сен ананы көрдің, мен ауылда өстім, қаяқтан мен де жоқ ойнап айттым ғой деді. Соның аяғы немен тынды де, мынандай ақшалдық келген кезде. Сосын мынау ата-анама, қарындастарыма, нелеріме не алып біраз қалды. Соны аптасына бір рез оперный театрға барып жүрмін. Түк түсінбеймін. Сенесің бе? Соны намыс деген қазақтың намысы ғой. Бұлай енді қазақшасы болса түсінемін. Біржан Сара, Қыз Жібек, это белгілі ғой. Ал Пучини, не болмаса Джакомо, солардың несін анша түсінбеймін. Сол оркестрде осы тобықта Абайдың ұруларынан Толғанбаев деген Айкеш деген күшті скрипач болған. Ол концлагерде болған, одан кейін барып, осы жақта оны тағы соттады. Әбден бейшара қорлық көрген адамда, соның мынау ағасының баласы. Ол фаготист, фагот деген мынандай ұзын не жаңағы. Соны
гастрономға екеуміз екі бутылка вино алып аламыз, 11-ші, 12-ші. Соның ар жағында бір отыратын үйдің алдарында не бар, соны ол маған сосын айтады, анау операда мынау шыққанда не істеді, анау неге үйтіп айтты, бүйтіп айтты. Ошын, короче, 4 жылда бұлай әжептеп үйреніп қалдым. И анау 5-ші курсты бітіріп, енді не қылайын деп атқан кезде сол ішіп ағамыз бәріміз, мына ісік деген не бар ғой, гостиница, соның несінде. Жаңағыны көзім шалып қалды. Сосын оған айттым, анау екінші актысында Ларина кімге, анегінге қандай айтады, енді жаман сөзді айтты. Сосын айттым, есіңде ме, сен мені көрдің бе, саған пайдалы ғой, осының бәрін үйренген деп сөйтіп, оны айтып отырғаным, бұл жағынан сөйтіп үйрендім. Енді қазір безложенный скромность дейді ғой, айтсақ, бір адамнан анша кем білмеспін мынау нені, жаңағы музыкалық нелерді, сосын мынау әдебиетті. Біз әдебиетті көп оқыдық, өткен себебі білдік мына қалып бара жатқанымызды. Әсіресе Стендаль, одан Бальзак, сол сияқтылардың бәрін. Енді ол кезде қазақтың аты шығып жүрген ағаларымыз болды. Қадыр Мырзалиевтің, мысалы, анау неге соғыс кезінде қазақтың келіншектері көп темекі шегіп кетті. Сонда соған арнап айтқан несі бар. Тігерге тұяқ қоймай қырқып атып, талайды кетті-ау соғыс шырқыратып. Жар өлген жесір әйел көрші бізге, шылымын шеге тұғын бұрқыратып. Көрмейсің, қандай келтірген. Сол кезде енді қазақтың жас келіншектері, күйеуі жоқ, өздері күндіз-түн анау колхозда бірдеңкеде жұмыс істейді, сондай қылып. Сол сияқты мынау адамның ішкі дүниесін, өмірін көрсететін өте керемет заттар көп. Мысалы, мен Шыңғыс Айтматовтың жас кезде жазған произведениелерін жақсы ұнатам. Ол кейін анау посол болды, анау не болған кездегі жазғандары, олар енді выдуманный нәрселер, космос, анау, мынау дегенде. Соны негізінде мынау біздің қазақтың ең керек нәрсесі, ол мысалы өзіміздің әшейін қолдан жасаған сүттен, сондай ағарғаннан жасаған тағамдарының өзі 40 шақты аты бар екен. 40 шақты, білесің бе? Соның бәрін қалай? Енді оның бәрі ата-бабамыз, енді мынау Қытайларда бір жақсы қасиет бар екен. Олар жыл сайын сондай мамандарын, жаңағы филологияның, жан-жаққа түкпір-түкпірге жіберіп жаздырып алады екен жаңағы. И солай, жаңа сөздерді несін сон. Бізде де сондай болса ғой шіркін, жаңағы қанша сөздер құрып кетті, қанша сөздер төменгі неде басылып қалды. Соның бәрін біз бойымызға дарытпасақ, біз ұлт бола алмаймыз. Ұлт болмағаннан кейін, оның тілі болмағаннан кейін, біз кім көрінгеннің есігінің алдында жаңағы оны түсінесің ғой. Мені сол қазір қатты неғып жатқан. Неде жаңағы статьяда жазған государственный. Ол рас, мен осы мемлекеттен басқа менде ештеңке жоқ. Мемлекетіміздің ісі осындай. Енді ол туап тетін қасиет па, жоқ әлде бір адамның өзіне жаңағы Айтматовтың ақ пароход сияқты анау ағып жатқан вагондар маған бір керемет көрінетін де, өйткені соның ішінде адамдар бар ғой. Олар да бір жаққа бара жатыр ғой. Осы сол жақтан Москваға барады, сосын Ташкентке барады. Қайтарда Алматыға келеді. Сол Арыс деген жерде мен сол дипломозный депода жаңағы слесарь болдым, анау болдым. Сонда мынау орыстардың мақалы бар. Надежда хороший завтрак, плохой ужин дейді. Вот тогда у меня была надежда, я жил этим. Мынау енді қазір уже это плохой ужин для меня, как надежда. Енді мына жасыңда не істеп қарып қыласың, егер сол жас кезіңде істемеген нәрселерді. Сол үшін біз халық ел болу үшін осы жастарымызды баулуымыз керек. Ол оңайлықпен келмейді өзінен өзі. Оны жасанды жасауға да болмайды. Ол өзі табиғи бір сондай болады. Мысалы, Димаш қарапайым қазақтың баласы қандай дауыспен не қылды, жұрттың бәрін қайран қалдырды, қазақ екенін білдірді. Мынау осы мен Таиландқа кетейін деп жүрген кезде
француздың бір осындағы елшісі, енді сіз біздесіп, амандасып, сөйтіп жүретінбіз. Сол айтты, Сәкен, мен не істеуім керек Қазақстанға, чтобы анау Жак Ширак осында неге келеді деді, визитпен. Сосын мен оған айттым, сен білесің бе дедім, 1925 жылы Әміре Қашаубаев сол Парижде бүкіл әлемдік этнографиялық жарыста екінші орын алып, күміс медаль алып келген дедім. Сол кезде мынау нелер, патефондар жаңадан шығып жатқан табақтар да. Егер сен соны тауып алдырып, кім Жак Ширак мына Назарбаевтың қолына берсе, саған да Жак Ширакқа да қазақтар алтыннан ескерткіш қояды дедім. Жанып кетті. Содан кейін жанғандығы сонша, айтым, енді осы сөзімді бұлай іспен көрсету үшін, мен қазір саған кімді шақырам дедім. Бізде анау Сақалдық не бар ғой, мәжілісте өлең айтатын. Кім еді анау? Ол, как его? Той елки. Сақалы бар, ол кілең бүйтіп, айтып, сөйтіп жүретін. Оның дауысы керемет. Ошым ол алдың кезде, ол Жәнібек Кәрменовтен үйренген, ол соның несінен. Қазір айтам атын. Соны шақырдым. Кеп мына жерде, анау Құрманғазымен не бар ғой? Нұрсұлтан қиылысында ана бір ресторан болатын. Соған келдік, осындай жерде отырдық. Ол келіп, жаңағы Әміренің, сол неде жаңағы Парижде айтқан өлеңін айтты. Мен айттым, бұл Әміренің немересінің немересі дегенге келдірдім. Менде не прямой, жаңағы физически, а по так называемый енді өнер арқылы. Сонда анау таң қалды. Қазақтың 8 аяғын айтып еді, енді анау керемет айтады сондай. Ол Әміреден сөйтіп беріледі ғой. Мысалы, сол марқұм болып кеткен Жәнібек Кәрменов қандай айтады. Нағыз қазақи дауыс. Мысалы, жаңағы кімдер бар ғой, Жүсіпбек Елебеков, солар қалай қылып қазақтың. Осы кеткеннен кейін бізде көп нәрсе қалмайды. Соларды біз осы жастарға жеткізіп, сөйтіп не қылуымыз керек та, бұлай бір поколениядан екінші поколенияға сөйтіп берілмесе, ол өздігінен өзі ештеңке келе қоймайды. Мына техника мен экономика екеуінің қосылғаны бір алға жіберетін адамды. Мысалы, мынау Екібастұз бар ғой өзіміздің. Сол дүние жүзіндегі ең арзан көмір, ең арзан. Бірақ оның бір кемістігі бар. Оның несі анау күл дейді ғой, күлі көп. Күл болғаннан кейін ол анау несі жылу анша үлкен болмайды. Анандай орыстардың каменный уголь дейді, ондай болмайды. Соны ойладым, неге осыны біз өзіміз жақсылап қолданып, мына сол арқылы электроэнергиясын енді не қыламыз ғой, шығарамыз ғой. Соны экспортқа жаңағы берсек, үйтсек деп. Енді ол сондай ағым болатын. Сол ағымда істеп жүрген кезімде мен байқадым, мына сыртқы сауда академиясы бар екен. Сыртқы сауда академиясы ол енді бір мына біздің оқыған экономикадан басқаша. Онда тек қана Маркс емес, басқа Джон Мейнард Кейнс, одан кейін барып жаңағы Фурье, көбісі толып жатқан. Соларды қызықтырды мені. Оның үстіне міндетті түрде тіл білуің керек. Тіл деген қиын нәрсе. Мен 37 жасымда соны бастадым тілді. Сенесің ба, жынды болып кете жаздадым. Анау логикаға жатпайды, оны білу керек, не болмаса есту керек. Соны 3 балам бар кішкентай, бір татардың осындай бір бөлмесін жалға алғам, сөйтіп жүріп оқыдым. Оқығанда енді әрине анау ұят қой, жұрттан қалып қойғаным. Менімен бірге бір грузин жігіт оқыды, тағы бір өзіміз 3-4-ақ. Анау келіншек, бір 30-дардағы келіншек айналдырып 10 рет сұрайды. Ол анандай халтура болмайды, о жерде ничего не сделаешь. Соны 3-ші жылы что-то прорвало. Ол тілде бір нәрсе бар. Бір өзінің деңгейі бар, содан өтіп кетсең, ол қиын емес. Қорқақ болмау керек. Мынаны дұрыс айтып тұрмын ба, дұрыс айтпай тұрмын ба, ана мынау деп. Соған тырысып,
соның енді онда да көп мамандықтар болды. Жаңағы халықаралық право дегені бар, халықаралық экономика, мына біріккен ұлттар ұйымының структурасы, соның бәрін оқыдым. Соның барлығын енді сондағы арманым көк пойыз баяғы өтетін ойларым, міне сол кезде ойланып ем ғой осындай деп. Бірақ мынау қазақта мақал бар, қол қысқа деген, ол жоқшылық деген сөз ғой жаңағы. Мынау емес, ол академияның ерекшелігі, оған әйелдерді алмайды, тек қана ер адамдар, оның ішінде Леонид Ильич Брежневтің баласы оқыған онда. Ол не себептен қыздар қалмаған? Мынау жіберген кезде шетелге әртүрлі ел бар ғой, олардың қиындықтары. Мысалы, мен Нигерияда болдым, адамның басына салмасын, қандай ауру бар екенін білмейсің, қандай ол ауру ма, басқа ма, күн деген ұрған кезде, мынау тура миыңнан бірақ өтеді. Егер ашық неде далада бір 15 минут жүрсең, жынды болып кетесің. Өйткені себебі мына қан айналымы не қылады, төмендейді. Қан бір өзінің несі айналымы бар, ана қоюланған кезде төмендейді. Кейбіреулер өтірік жаңағы не справка алып шығады нелерден, врачтардан жаңа ақша беріп бірдеңке алып. Ол жерге барған кезде сарт етіп бәрісі шыға келеді. Көбісі аяғымен ауылға қарап қайтады, сондай. Сол жерде жұмыс істеген кезде мен түсіндім. Олардың ішінде мынау Яруба, Ибо, Хауса дегені бар. 3 ұлт. Яруба дегендері анау неге теңізге, сол ата-бабаларына қарап, соларды гуглдеп, іздеп сөйтеді. Жаңағы Ярубасы олар христиандар. Сосын жаңағы Хауса деген мұсылмандар. Мұсылмандардың басында мынандай биік тақия сияқты бірдеңкесі бар, соны алып жүреді. Солармен жұмыс істеп 3,5 мың орыстардың ішінде сол бір қазақ болды ма әйтеуір семьямен. Мұның барлығы шынығу ғой. Шынығу деген сөз, сен өзің алып жүре алатын азамат болуың керек. Өзің ұлтыңа сай, өзің қасиетіне сай бір, мынау дұрыс халық екен ғой азамат деп. Мен жаңағы генеральный директор мені бәріміздің үстімізден қарайтын Нигерияның несі, жаңағы металлургический ұйымының генеральный директор Инува деген. Бір 2 метрдей негр, кәдімгі басында тақиясы бар. Ұзыннан ұзақ, онда шетінде отыр, өзінің кабинетінде. Кіргеннен мен бірден ананың Хауса екенін білдім ғой. Бірден айттым, ассаламу алейкум дедім. Орнынан тұрып, алейкум салам, сен мұсылмансың ба деп, екеуміз сөйлесіп кеттік бір 10-15-20 минуттай. Анау генеральный біздің директор, мынау Киевтен барған, бывший замминистр по строительству. Ол темекіні, яба деген темекі бар, соны өкіртіп шегет, сосын кока-коламен ішіп, одан басқа онда тамақ болмай сөйтіп отырады. Ол сөйтіп отырды, сосын ананы сұрады, жаңа не жейсіңдер деді. Мен айттым, біз негізінен жылқы етін жақсы көреміз осында. Егер уақытың болса дедім, мынау Сафонов екеуіңді, сосын сол кезде бір қырғыз жігіт бізге генконсул болып келді. Сол үшеуін шақырайын, мен әйелім жақсы жасайды, мындай тамақ жасап, сосын көңілдетіп Сафоновқа айтты, біздің генеральный директор, сіз бір жұмыспен келген шығарсыз, кешіріңіз, мен мына анеммен екеуміз сөйлесіп қалдық деді. Иә деді, осыдан 2 рет сіз мені қайтарып жібердіңіз, мынандай мамандар көп келеді, оған үй керек. Жаңағы үй керек те, жаңағы 3-4 бір бөлме, 3-4 бір бөлме, в общем, общежитие сияқты нәрсе ғой. Сосын ол айтты, мына мұсылманды ертіп келген екенсің, мен оны қолын қайтара алмаймын деп жаңа бөліп берді. Сосын шыққасына Сафонов айтып отыр ғой, енді түсіндім ғой, мен сені неге алып келгенін деп. Әрине түсіндім, мен ақымақ дейсің ба саған деп. Енді еркелеп сөйлесеміз ғой кейде. Соларды шақырып, қазы бәрін жасап, не қылып, өшім ырза қылып жүрміз сол жерде. Ол енді біздің әшейін қазақбайша неміз ғой, онда тұрған ешқандай дипломатия жоқ. Содан кейін кәдімгі күшті болып кетті бәрі. Мынандай 3 елдің несі конкурсқа түстік. Япония, ақш, содан кейін біз ана 2-ші очеретін салуға заводтың. Біз жеңіп шықтық қой, соны не керек? Бұл ұлт дегеннің ерекшелігі, оның несі, мынау қасиеті белгісіз. Мысалы, мынау дін дейміз ғой, мұсылманбыз.
Оларда біздегі жүгері бар ғой, жүгері құсап өсетін ұзын бір өсімдік бар. Бірақ жүгері емес, оның жүгері сабағы жоқ. Оны буш дейді. Соның арасында кішкентай жолмен кетіп бара жатыр, алдымыздан екі негр шықты. Екеуінде автоматы бар, Калашников. Біреуісі бірден байқадым жаңағы басындағы тақиясынан мұсылман екенін. Сосын жаным шығып кетті, айттым, сен де мұсылмансың ғой, мұсылманды атама деп. Сосын оны қалай дәлелдейсің мұсылман екенін. Бисмиллахир-рахманир-рахим, я Алла деп бірден түсінді. Сосын айтты, сағаттарыңды, ақша заттарың бәрін тастаңдар, мәшінені тастайсыңдар, былай қарап, ешкімге ештеңе демей, жаңағы баратын қалаларыңа 7-8 шақырым осылай барасыңдар деді. Кеттік. Келгесін елшіліктер айтты, Құдай сақтап қалған, айтпаса екеуіңді аты салсаң, сендерді іздейтін ешкім жоқ деп. Құранды қазақшаға кім аударды? Қалипа Алтай аударды приблизительный, былай қылып. Оны орысшаға күшті аударған Валерия Порохова. Вот сол сөз-бе-сөз, кәдімгі, она изучила это все, как положено. Москвадағы педагогический институт Мариса Тереза күшті дайындайтын. Ол жаңағы Порохованың күштілігі, она великолепно знала это русский грамматику и великолепно знала арабский. Она даже вышла за араба, сирийского арабу замуж, чтобы владеть тонкостью арабского языка, чтобы передать Коран. Байғұс осыдан 2 жыл бұрын қайтыс болды. Я очень благодарен этой женщине, что посвятила себе вот соның. Оның алдында Крачковский деген академик болған, о да аударған. Бірақ Крачковскийдікі бұнда емес, ол несколько другом аспекте. Біз қазір қиналып жүргеніміз бәріміздің. Не онда емес, не бұнда емес болып қалдық. Қазақшасын да білмейміз, Құранның несін тереңдігін де білмейміз. Сенім болмаса болмайды ғой. Мынау Совет үкіметі немен жеңді? Онда идеология болды. 41-45 жылдары идеологиясы сонда болды. Сендер егер статистиканы қарасаңдар, қазақтар 5-ші орында. Батырлық жағынан, герой Советского Союза, 5-е место после России, Украины, Беларуси и евреев. 5-е, ну евреи, понятно, они тоже сражались, там как-то там получали, а бізде мынандай жағдай. 1975 жылы мен аспирантурада оқып жүрген кезде, енді газет алып оқисың ғой, бірдеңкені оқып отырсам, мынандай маршал Чайков деген болған. Сол Сталинградты қорған сол кісі 62-ші армияны басқарған. Сонда анау сұрақ, мынау сұрақ, көп сұрақ. 30 жылдағы жеңістің. 75-ші жылы, 45-ші жылы жеңіп шықты. 75-ші жылы жаңа Чайков 6-ші майда ма, 7-ші майда ма есімде жоқ. Жаңа не берді, интервью. Сонда корреспондент сұрайды, жолдас маршал, сіз өмірде не көрмедіңіз? Қандай өлім, қандай не көп нәрсені көрдіңіз. Бір эпизод қалды ма есіңізде, сізді денеңізді тітіркеніп, сізге сондай күшті әсер еткен деп. Бірден айтты, есімде деп. Мен мұндай наблюдательный пунктте тұрып қарап отырмын дейді, ар жағынан немістің танкілер келіп жатыр дейді уже. Бірінші лебін қайтардық дейді. Менде көп адам кетті дейді. Екінші лебін қайтардық. Менде вообще өте аз адам қалды дейді. Бірен саран. Үшінші лебі келе жатыр дейді. Қарасам, анау өңкей темір, терсек, күл араласқан болып кеткен ненің ортасынан адам сияқты еді. Человекообразный, говорит, встал, анау не снаряд бар ғой, соны мына жеріне алды да, зорға тұрып, келе жатқан алдыңғы танкіге қарап жүрді дейді. Мен қарап тұрмын дейді. Это енді бір 3-4-5 минуттен кейін ол адам болмайды дейді. Соны барып танкіні жарды дейді. Өзі де сол жерде кетті ғой жаңа немен бірге. Сосын шыдай алмай анау адъютантыма айттым дейді. Барып беш, что за боец деп. 3 сағаттан кейін жаңағы адъютант келіп айтты дейді. Какой-то партийный районный инструктор Южно-Казахстанской области Қарсыбай Спатаев деп. Я тут же, говорит, написал посмертное присвоение ему Героя Советского Союза. Сол осы уақытқа дейін менің есімнен шықпайды сол интервью. Сол сияқты біз өзіміздің тілімізді бойымызға
әбден сіңіріп, соның барлық нюанстарын, оның ішіндегі сөз сүйектен өтеді, таяқ еттен өтеді деген. Қазір сүйектен сөз өтпей жатыр. Мәселе сонда. Абай болғанында сол сүйектен өткізіп айтқан сөздері былай қарағанда. Оның заманы болды, ол кісі енді басқасына қарағанда баршылық, байдың баласы ғой, қанша дегенмен ашаршылық, жамбыл құсап қиындыққа түскен жоқ. Оны айтып отырғаным, ол ойланатында кездері болды. Кішкене болса да жаңағы жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кешсермедім дегені содан. Жаңағы тереңдік болмады да, шәкәрімді ал, мысалы. Солардың бәрі бізге бұлай күш беріп, біздің кім екенімізді өзімізге білдірмесе, еш нәрсенің ондай несі болмайды, құны болмайды. Құн деген сөз ол тек қана ақша емес, ол адамда негіз болмай, ештеңке болмайды. Негіз керек. Негіз мәселе сонда. Анау Бөкейхановтың айтқаны бар ғой, халыққа қызмет ету үшін білім емес, мінез керек деген. Мысалы, сол Голошекиннің уақытысында Елтай Ерназаров деген ақсақал болған. 4-ақ класс білімі бар, 4-ақ класс. Бірақ халықтың ішінен шыққан суырып салма. Сол баласына айтады екен, балам, балдай тәтті болма, халық жеп қояды, удай ащы болма, түкіріп тастайды. Екі қауыз сөзбен негізгі нені келтіргенін айтсаңшы. Мұнан қазір біздің президентіміз енді қазақтың ішіндегі бірінші, бұлайынша айтқанда білімдар, мынандай соған бейімделіп, өмір бойы соны оқып біліп жүрген азамат қой. Меніңше, бұл кісіге бір-ақ нәрсе жетпейді. Сонымен құсап ауылдан шығу керек еді. Сонда все это просто ештеңке айтпай-ақ жеткізу керек. Біздің халық енді халыққа тіл тигізуге болмайды, абай-ақ тіл тигізген. Одан басқалардың несі жетпейді. Ол оңай нәрсе емес қой. Бір биеден алада туады, құлада туады. Біздікіне жағы оңай емес. Қазір оның үстіне бәрі бүлініп кетті. Ақша бүліндірмей қоймайды. Алтын көрсе періште жолдан таяды деген осыдан шыққан. Сол үшін ол данышпансы бірдеңке айтуды емес, мәселе сезінуде. Қалай сезінесің? Ішіңді жылата ма, жоқ әлде не істеу керек? Көп бұның нелерді бұлай орысшалап айтқан нюанстары. Бірақ енді қазақты өзі қазір зорға түсініп жатыр ғой тарихын. Мынау алаштар бір бөлек, мына қызылдар деп, олардың да малы болмады ғой. Өйткені орыстар бөлінген сияқты бұлар да бөлінді. Әйтеуір Ермеков бар, басқа сондай алашорданың азаматтары, білімді азаматтары Ленинді дәлелдеп, біздің жеріміз деп жерімізді алып қалды. Мемлекетіміз енді республика құрдық. Қазақ автономиялық республикасы, сосын кейін республика болды. Солардың ішінде бірінші қазақтан шыққан ел басқаратын Шаяхметов болды. Первый секретарь Компартии Казахстана. Енді соның немерелері, шөберелері жазып жатыр кітап. Онда табиғи нәрсе ғой. Ол кісінің істеген істерін ағын ақ деу керек, қарасын қара ету керек. Уже қанша біз егемендік алғалы бері ол кісіні ешкім еске алып жатқан жоқ. Негізінде 41-ден 54 жылға дейін осы Қазақстанға жауапкершілік. Мынау Хрущевтің бәрін сілені край қыламыз дегеніне қарсы тұрғандардың да біреуі сол. Әрине, оның ішінде ең қарсы тұрғаның біреуі ол Тәшенов атамыз. Прямо тайталасып, біз онда конституцияға бағынамыз, конституция бойынша біздің шығуға құқымыз бар деп, сондай азаматтар болды ғой. Ол ел болғаннан кейін елдің арасында сондай батыр, сондай ел үшін деп жүретін азаматтар
болуы ықтимал екені ол ел болғасын шығады ішінен. Сіз жаңағына идеология туралы айтып кеттіңіз. Қазіргі заманда қандай идеология болу керек? Қазіргі заманда біздің идеологиямыз мынау біз өзімізді өзіміз түсінуіміз керек. Бұған әртүрлі себептер бар. Өзің білесің, біразы Қытайға кетті, біразы Иранға кетті, біразы Моңғолияға кетті, солар келіп жатыр ғой. Соның ішінде жарамсызы бар, жарамсызы бар, келіп алып, жаман үйдің қонағы билейді дегенде бізге жаңа ақыл айтып не қылатындар да болды. Өйткені бұл тарих қой. Тарихты қалай неге бүйттің деген болмайды. Анау қазақшасын анша білмем, сослагательный наклонение дейді ғой орыстар. Ондай болмайды ғой. Тарихтың аты тарих, бұл болған нәрсе. Сол себепті барлық мынау идеология қазір өзімізді өзіміз тану менің негізгі осы жаңа сыртқы саудада болсын, қайсысынан болсын, сыртқы істер жағынан болсын, қазір басынан бастап істеп жатқанымыз өзімізді таныту. Кім біз? Мысалы, принцессаны алып келген кезде мен онымен көп сөйлестім. Сондай керемет 5-6 тілді таза біледі. Оның үстіне бір осындай көк мынандай записной несі бар. Айтпақшы, мен алып келдім. Мен соны көрсетейін. Біз Шымкенттен Түркістанға кетіп баратырмыз. Барғанша бір 2-3 шақырым ғой. Жолдың мына жағында жылқылар, жолдың мына жағында түйелер, мына жағында қойлар. Анау таң қалды принцесса. Ой, сендер қандай байсыңдар мына. Мәйтін, бұл біздің ата-бабамыздың бұрыннан істеп келе жатқан несі. Біз негізінен ауыл шаруашылығында осындайда деп. Соның бәрі енді кішкене болса да оятады ғой. Қазақ деген осы екен ғой деп. Соны негізінен бізді танитын кездер, сол кездер болатын. Қазақ деген осы екен ғой деп. Өйткені онсыз болмайды ғой. Міне мына принцесса ашып бәрін көре бер. Сол принцессаны осында бірінші рет алып келдік. Өйткені сондай үлкен лауазымды адамдарды алып келсең, онда жаңағы миссияның істеген ісі белгілі болады. Әшейін жүріп қайтсаң, ода болмайды. Сол енді қалай деп айтса болады, мынау көбісі байқамайды мені, қазақтың кеңдігін. Мынау егемендік алған кезде, сол егемендік күнін атап өтеміз. Атап өткенде неге жаңағы прием береміз ғой. Сонда осы жылқының еті, мына соны кейбіреулері осы тамсанып, ой күшті деп не қылады, кейбіреулер татпайды, өйткені олардың несінде жатпайды екен. Бұл нені жаңағы дипломатиялық жұмыста жан-жақты болу керек. Біреулері бар тек қана жаза біледі, мынаны ойқастырып. Біреулері бар осы іспенен конкретно бірдеңкені жасап деген сияқты. Енді мынау жаңағы сол зардабы. Бұл енді жаңағы цунамидің болған нелері. Цунами туралы қазір міне барлығы соң быт-шыт болды ғой бәрі. Өйткені мынау цунами өзінше алдымен су кетіп қалды. Сіз как раз посол болдыңыз ба? Представитель временный поверенный Қазақстанның Таиландтағы өкілі. Сосын ол жерде еската болды ғой, Біріккен ұлттар ұйымының сол жердегі штаб-квартирасы. Соған енді Қазақстаннан мен не қылдым. Мынау уақытысында былайынша айтқан кезде не ғой? Бірінші рет мынау Тоқаев келіп, сол жерде төраға болды 61-ші сессиясында. Онда өкші тарихта болмаған. Соның барлығы осы Қазақстан дегенді жеткізу ғой біздің ойымызда, жүрісімізде қазақтың кім екен, Қазақстанның кім екен деген. Бұл кісі соншалықты тамаша өткізді, анау пресс-конференция болды біткенде. Соның әрқайсысына французға французша, Қытайға қытайша, анау ағылшынға ағылшынша жауап берді.
бәрі таң қалды. Қазақстан бірінші рет соған қатысып отырып, төраға ретінде төрағалық жасады. Енді әрине көбісі айтады, көке маған беріңізші, мен іліп қой. Сіз білесің ғой. Вообще керемет кісі, бұлайынша адами қасиеттілік, мәдениет бар ғой. Мәдениет мәселесі сонда. Мәдениетті кісі. Бірақ бір жағынан дипломатиясы, қазақтың дипломатиясы орыстың дипломатиясынан шыққан емес пе? Ол енді бір жағынан олай деп айтуға болады, екінші жағынан шіли олай емес. Өйткені себебі бізде хандарда да дипломатия болды ғой, Абылай ханда болды дипломатия, басқа. Оның бәрін қазір біртіндеп Қытайда көп болып жатыр, соны алып жатырмыз. Ал енді жаңағы неге келетін болсақ, мысалы 33 жылы қазақ Нәзір Төреқұлов бірінші кеңес үкіметінің Сауди Арабиядағы елшісі болды. Сталиннің қолы бар, соны утверждать еткен. Чечерин бар болған мына Төреқұловтың кім екенін айтқан, Нәзір Төреқұловты. Ол кісі 3 айдың ішінде толық араб тілін меңгеріп, Меккеге барып, намаз оқып, корольдің ең жақын семьясындағы ең жақын азамат болды. Сөйтіп, в общем, керемет. Содан 36 жылы оны шақырып алып, атып тастады. Сол кезде Сауди Арабияның несі, корольдігі біз КСР-мен дипломатиялық не қылды, тоқтатты. Тек қана біз егемендік алғаннан кейін барып, осыны ары қарап жалғастырдық. Бұл жерде екі жігіт бар. Керемет мынау араб тілінің мамандары. Ол марқұм Бақтияр Тасымов, екіншісі кім? Асқар Мусинов. Асқар Мусинов енді қазір нөмір 1 деп айтуға болады. Ол мынау Ленинградтағы, Санкт-Петербургтағы Институт восточных языков окончил. Мынау білетін болсаң, Сергей Қожамқұлов, народный артист Қазақстан болған, мынандай мұрны бар кісі. Ол соның немересі, қызының баласы сондай. Оны айтып отырғаным, олар екеуі де осы нені жаңағы Нәзірдің жолын қуып, Нәзірді көтермелеп, жазып, сөйтіп жеткізді. Екеуінде рахмет. Одан кейінгілер уже бәрі солардың учениктері, былайынша айтқан кезде, қазіргі біздің арабистер. Енді сонда әрине қазақ деген ұлт, ол меніңше бір таза ұлт болған. Тазалығы соншалықты, олар табиғи жағдайда өсті ғой. Табиғатпен не қылды ғой. Ақан серін ал, басқаларын ал, қандай кереметті. Мысалы, Қажымұқан ал, ондай дүниеде енді қайтып келмейді Қажымұқандар. Қажымұқан деген ол енді әр салада бір өзі қайталанбайтын тұлғалар болады. Қажымұқан сол жерде мен... 5-ші Иван деп айтқан ғой. Қажымұқанды 5-ші Иван деп. 5 Иван болған. Соның ортасында. Енді ол кезде патшалық неде ғой, ол кісі азамат бір бұлай ішкі дүниесі бар адам ғой, анау кімді поддубныйды жығатын еді. Бірақ ол оған айтты, мен сенімен күреспеймін, сен менің мұғалімімсің деп көтеріп, бұлай соны қоя салды бұлайша. Анау саркек киттің етін шығарып, мына жерін терісінен сыпып тастады. Енді қазіргі жағдайда біз осы өзіміздің тарихымызды, болған нәрселерді, содан кейін барып өзіміздің көзқарасымызды осы жастарға жеткізуіміз керек. Олар сонымен қуаттанып, соған қуанып, соны әшейін сөз жүзінде емес, іс жүзінде атқаратындай болу керек та. Құдайға шүкір, жоқ емес бар. Мынау бір кішкентай оқиғаны айтып кетейін. Неде Ресейде Әділет деген Иманбеков деген бала оқыды. Ол анау при МГУ имени Колмогорова физмат мектеп бар. Соны бітірген. Содан кейін барып, сол мектепті бітіріп, соның өзінде жүргенде
Ресейге кілең бірінші орында әкеп жүрген. Анау неден, физикадан, соны. Ең соңғы рет ол анау неде болды. Рейкьявикте бірінші орын алды. Сонда елшінің несі бар, указы. Оған специальный стипендия берсін, деп. Оның жанына біздікілер қосып қойыпты, Назарбаев деп өздерін жаңа несінде. Дұрыс қой, мысалы. Сол бала керемет өзі. Мынау 42 километр марафон бар, оған қатысады екен. Сосын тағы да 3-4 вид спорта одан кейін барып, ең несі анау альпинизммен шұғылданған. 31 жасында мына Хантенгриде қайтыс болды, неғған кезінде, покорение жасаған кезінде. Сол анау 13-14 жасар кезі біздің президент неге Москваға барғанда сударынды балдармен кездескен ғой. Мынандай киген костюмде өзіне үлкен болған бәрі көрініп тұр неғып. Сонда айтқаны бар, Нұрсұлтан ата, мен сізге осы физикадан Нобель премиясын әкеп берем деп. Понимаешь? Это вообще обалденный. И соған жетуге бір 2-3 жыл қалған кезінде жаңағындай қайтыс болып кетті. Мысалы, ол ғылым жағынан барған. Димашты айтып отырмыз. Сол сияқты көп қой, таланттар шығады. Вот соның барлығына енді қалай деп айтсам болады, өзінің тілін, өзінің ана тілін сүйіп, сол ана тілінде, енді о да оңай емес. Өзің қарашы, физикадан қалай оны қазақшаға аударасың. Көп мәселелері бар, көп саласы бар деген сияқты нәрсе. Мысалы, мен өзім жаңағы энергетика мамандығы бойынша жүрген кезде мынандай сабақ қойдым, термодинамика деген. Ол мынау пар мен судың арасындағы құбылыстарды көрсететін құбылыс. Оның формулалары мынандай. Физика бар, ішінде математика бар, басқа бар. Оны қазақшаға аудару болатын шығар. Бірақ өте қиын, өйткені ол оңай нәрсе емес. Міне, соны меңгеру, оны іске асыру, ол оңай ма? Осындай мәселелерді біз анық, толық қарап, соның бір жолын табуымыз керек. Ол егер ғылым болмай, ештеңке алға жылжымайды. Осындай жолдарын іздеп жүргендердің біреуі осы дипломаттар. Жаңағы көрінген не болмаса басқа бір құбылыстарына мән беріп, соны уақытылы елге жеткізіп, оны былай соның болашағын басқасын ойлап, өте күрделі құбылыс. Мынау біз информация беріп жібереміз, сол информация орталыққа түсу керек. Олар тез оны былай қорытындылап, енді тек қана информация емес, соның шешімін жіберуіміз керек. Ол сол қиын. Қалай шешілу керек бұл сұрақ? Қалай ол әсер етеді? Соған жылдамдық керек. Ол жылда байлап болмайды ғой. Мысалы, Тоқаев келген кезде байқаймын, кішкене былай біртүрлі салқындау маған көзқарасы. Сосын ойладым, енді білем ғой МИДтің атмосферасын. Ішінде көрілмайтындар көп, бірден айтады, бірден айтады, сондай шығар деп. Сосын бір екеуміз отырған кезде сұрап қалды, Сәкен, қандай нелер бар, істелінген істер деп. Мынандай бір 10 шақты тайлардың газетіне мен мақала жаздым, кейде президенттің мына халыққа несі бар, жаңа обращениесі дейді ғой, былайша айтқан кезде. Сондайлардың бәрін жазып, енді переводтайды ғой, мен тайша білмеймін ғой. Соны көрсетім, мынаны маған неге көрсетпеген дейді. Сөйтсем, олар оны, мен жіберем ғой, олардың шыққандай, осындай жаңа, олар көрсетіп тұру керек, мынандай келді, осындай мәселелер көп. Оны айтсаң, айтқаның ауыз жаман, жылағаның көз жаман болады. Сондай нәрселер бар. Содан кейін бар, ол кісі кішкене бұлай басқаша көзқарас неғылып, байқадым сондай кішкене информация жетіспеген мен туралы. Енді әрине мен жас дипломат емеспін ғой, жасым келген ол кезде 54-56-тағы кезім ғой. Соны бірақ істелінген жұмыстарды көріп, бәрі неғылып ырза болды. Мынау жаңағы сурет, екеуміз неге эскатаға кірейін деп тұрғанда. Былай көрсетіңізші, камера, эскатаға кірейін деп тұрған кезде екеуміз
әр нәрсе туралы жағдайды мен түсіндіріп айттым да қалай не. Оған төраға болу да оңай емес. Мен сол СКТ-ның жаңа генеральный директор Ким Хак Су деген не болды, южнокореец болды. Соған түсіндіріп айттым, сен бері қара сенің мынау неңде осындай сессияңда осындай адам төралық еткенін, ол қандай, бұл кісі премьер-министр болды, сыртқы істер министрі болды, осындай деп, осы әке деп сосын сайлады. Әйтпесе төрағалық етуге көп елдің несі бар, жаңа үміті бар ғой. Соны бәрін керемет өткізді, ешқандай. Енді қанша деген тәжірибенің аты тәжірибе ғой бұл кісіде. Сіз СКТ мен ЮНИДА істедіңіз ғой? ЮНИДА мен СКТ? Жоқ, ЮНИДА ол Венада, олардың штаб-квартирасы. Ол мынау дамушы елдердің несін, өнеркәсібін. Сонда қандай көмегі болды Қазақстанға? Не көмек сол, мысалы жаңағы ЮНИДАда мен көп нелерді, материалдарды сол жаңағы үнемдеу, одан кейін барып жақсы методтарды қолдану арқылы экономиканы арттыру, сол сияқты нәрселердің бәрін алып келдім. Сол жақтан алып келіп, энергетика министрлігіне, сосын басқа соған байланысты министрлікке көрсеттім. Соларды айттым осындай деп. Бірақ көбісі анша көңіл бөлмейді. Жарайды, ладно, өйтеміз деп қоя салады. Өйткені себебі үнемдеу деген не? Ана жерде пар шығып босқа кетіп жатыр. Ана жерде электроэнергия босқа неғылып жатыр. Соларды неғылса, то есть үнемделеді. Үнемдеу деген сөз енді үйде де бар, жаңа семейный бюджет үнемдейсің, сол сияқты нәрсе. Ол оңай нәрсе емес, негізінде көп нәрсені керек етеді. Бүйтіп қолмен ұстап не қылады. Мысалы СКТ-да негізгі сұрақ ол мынау транспорт мәселесі. Сингапурдан мынау Европаға дейін соның қалай өткізілетін нәрселер. Орта Азияда. Соның көбісі бізбен де өтеді. Соған керекті материалдарды, керекті ұсыныстарды соны неғылдық. Сондай нәрселер ғой енді былайынша айтқан кезде бізге. Жаңағы екі елдің арасындағы сыртқы қатынастар, сыртқы сауда, сосын барыс келіс дегендей соларды ұйымдастыру. Сол себепті олар бізді жақсы түсінеді, біз оларды жақсы түсінеміз. Сондай, олардан үйренетін нәрсе бар. Мысалы, Таиланд еш уақытта ешкімнің қол астында болмаған. Кішкентай ғана ел. Сонда қандай деп қарасам, барлығы мынандай өздерінің жағдайларын, өздерінің дұрыс пиғылдарын білдірмей, жаңағы сөйтіп. Ата кішкентай ел ғой, күшті емес. Мынау немен шектеседі, Қытаймен шектеседі, Бирмамен шектеседі, сосын анау Лаоспен, жаңағы бұлайынша айтқан кезде сол ортаншы қызы ғой, патшаның, соның қасында күні-түні жүреді. Әкесіне көмек беретін осы болатын. Бір баласы бар, үш қыздың ортасында, ол андай ұшқыш. Сосын әйелдермен көп қатынасы бар. 5-6 рет үйлендім. Сол себепті жаңағы кімді алып келгеніміз содан қызды. Оларғыдан рұқсат сұрадым, Банжар айтты, соған жаңағы адамды көрсетіп, соған айттым, біз осындай деп. Біздікілер кейде байқамайды. Бірден кез задание береді, ертеңіне істеп бер деп. Ол болмайды. Ол жақта олардың сыртқы істер министрлігі церемониясы бар ғой. Неге патшаның, корольдің жағына қарауға қорқады даже. Сосын оларда ешқандай еш уақытта патшаға қарсы сөз айтылмайды, жаман сөз айтылмайды. Онда вообще кетеді түрмеге. Мен де соны дұрыс көрдім. Өйткені себебі әр елдің жақсы болсын, жаман болсын, өз басқаратын адамдар болады. Соларға кір келтірмеу керек, олар кір келтірмеу керек. Сондай нәрселер бар ғой, көп тонкий. Бірақ Таиландда премьер-министр бар, оппозициясы күшті деп байқаулы. Олар бүйтіп жатады, жаңа ауысып жатады. Жаңағы премьер-министрі менімен жаман болған жоқ, жақсы болды. Бірақ тоңқарғыс революция жоқ қоя Таиландда. Бірақ көтерілсе тоқтамайды. Бұлай мынандай қатты революция, бірақ
масса береді, масса береді, они от көнбейміз. Өзіне традициясы бар ғой, иә? Традициялар солай. Жаңағы против шерсть дейді ғой, егер былай сыйпасаң, бітті, олар ештеңеден қайтпайды. Сондай мәселелері бар. Енді анау природный условиялары жақсы олардың. Адам демалатын жер күшті, мынандай қонақ үйлер салған. Сервис, конечно, на этом держится. Природа и номер бірінші экономика. Иә. Қызық жағдай болған. Ана мэр Бангкокқа не болды да, конкурс, сайлауы. 18 адамның ішінен 3-ші болып жаңағы массаж жасайтын компаниялар бар, соның бастығы болды да, бәрі күліп жатыр да. Он, наверное, говорит, массажем показал всем как, что все. В общем, своеобразный ел ғой, адам түсінетін, адам қызығатын дейтіндей ел. Енді олардың несі жаңағы традициясы, одан кейін барып анау музыкалық басқа әдеби нелері ерекше. Оны түсіну керек. Это надо жить. Мынау бірінші жылы қызық бәрі. Өзің ойлайсың осында. Екінші жылы кішкене уже үйреніп, сол елдің несіне көмектескің келіп тұрады жаңағы ана сол сияқты нәрселер ғой. Кішкене туралы не, цунами туралы айтып бересіз бе? Ол енді бір құбылыс болды. Алдымен су кетіп қалды. Совсем жаққа. Бір қызық нәрсе, сол жерде бір Англиядан келген семья, соның 8-ші класс оқитын қызы, ана әкесінің шешесі қолын ұстап жүрінде кетеміз. Біз географиядан оқамыз, мынау жақсылыққа келмейді, су кетіп барды, қазір қайттан келеді деп алып кеткен. Соңында көрдік. Кішкентай қыз ба? 8-ші класста оқитын қыз. Ну, просто ана вспомнила, өздерінің географиядан беретін адам айтқан ғой. Бірақ обаліне олар 2 сағат бұрын хабарлады. Таиландтар. Сондай бір не болуы мүмкін, кетіңдер, шетке. Мынандай ғой, мынау ненің теңіздің деңгейі болса, осының деңгейінде, осынан сап төмен орналасқан жаңағы қонақ үйлер бәрі кетті. Ал мынандай төбешіктер бар, биік не бар, ол жерге орналасқандар, мына су оғаны жете алған жоқ. Бірақ жаңа көрдіңіз ғой ненің өзін, жойқын алып кетеді, мынандай ағаш тұра ма, не тұра, соғады адам, бірден кетеді бәрі. Дипломаттардың көп жұмысы болған шығар осы күндерде? Жоқ, ол енді дипломаттар психологиялық несін негізінен бізге сразу хабар берді ғой. Біз бәріміз жаңағы ішкі істер министрінен информация алдық, сосын қалай жететін самолет арқылы не қылып бәрін алғаннан кейін бірден келдік та, бірінші күні вообще қараңғы, ештеңке жоқ, свет жоқ, ештеңке жоқ. Іздедік ана не арқылы, громкоговоритель арқылы. Қазақша, орысша мен соны айтып, біз осындай елшіліктен біз сіздерге көмектесеміз, болсаңыздар хабар беріңіздер деп. Соны әйтеуір ертеңіне бір жолым түсіп, бір больницаға бардым, бір 150 километр жердегі. Сонда жаңағы біздің Қазақстаннан барған кемпірді, орыс, 10 айлық баласымен, 10 айлық. Немересі ма? Көк көзі, керемет сондай бала. И соған жолықтым. Сөйтсем ол анау жаңағы ортаншы немересін тауып апты. Андай саусағынан таныдым дейді. Бәрі мындай не ақ несі сауып жасаған ғой, простыня. Соны іздеп жүрмін деп бүйтіп. Содан аяғынан көрініп сөйтсем, әр жері ұрылған, еқылған, әбден жараланып жатқан екен. Ал күйеу баласы, қызы, үлкен немересі ненің шетінде жатқан, күнгі қыздардан сағат 9-ның кезі батыр. Олар қайтыс болды. Оларды іздедік. Өйтіп зорға таптық. Анау бір айдың ішінде анандай неге салып тастағанда
қалай рефрижераторға. Соны анау кішкентай баланың несін алып, ДНК-сын, соны іздеп, анаған уақыт кетеді. Там тоже бюрократ жетіп жатыр. Ой, тоқта, біз анау. В общем, соның бәрі оңай болған жоқ. Енді оның үстіне мен іздедім, тағы кімдер бар деп, андай ұрылып жатқандар көптен, енді күн ыстық қой, соған қарап, не қылып, в общем. Сразу анандай не құрдық, штаб сияқты орталықтан әркім мынандай столға өзінің елінің несін, данныйларын айтып, осындай деп, суреттерін не қылып, сосын статистика, қанша адам табылды, не болды. Мына жақтан түсінбейді көбісі, анау қайда, мынау қайда. Олардың көбісі келген кезде бізге не қылмайды. Регистрация жасамайды. Олар не ол біз деп сөйтті. Керек жоқ деп. Анау біздің өзіміздің коллегалар болар, жаңағы мынаның ішіндегі. Олар маған телефон соғып, мен сразу кешкісін соларға барып, жолығып, аман қалғандарына қуанып, бейшаралар. Сондай не болды. Сәкен ағана, МАГАТЭ туралы айтып бересіз бе? Себебі Қазақстанда уран несіні ашылды ғой? МАГАТЭ ол енді бізге керек ұйым, өткен себебі біз уран алудан бірінші, екінші орындамыз ғой. Сол себепті оның барлық шешімдеріне қатысып, оның енді негізгі саясат, олар жаңа американдықтар кімді Иранды басу ғой, Иранға рұқсат бермеу, Иранды өйту, Иранды бүйту, сондай мәселелер. Ал мынау жаңағы неге бізге келетін болсақ, біз енді Семипаловскіні бетімізге ұстап, соның залалдарын, соның қалай некен бізге қандай әсер еткен, енді сосын Невада, Семипаловск, соларды сосын анау сол жерде туған екі қолы жоқ бала бар, андай тісімен сурет салатын, соны көрсетіп, енді әптен қиындықты өткенімізді жеткіздік қой. Бірақ соның ішінде өзімізге керекті мәселелерді көтеріп, соған елге пайдалы нәрселерді істеуіміз керек та. Банк бізге пайдалы ма, пайдалы емес пе? Жоқ, біз егер ол өзімізге байланысты ғой, егер соның барлық тетіктеріне өзіміз, мысалы, атомный электростанциясын салу, ол оңай нәрсе емес. МАГАТЭ ол жерде ведущий роль играет. И МАГАТЭ-нің көп шешімдері бар. Сол шешімдерді біз баста ұстай білуіміз керек, соны қолдана білуіміз керек. Қандай жеңілдіктер береді, оны білуіміз керек. Біраз жұмыс істелді. Енді энергетиканың ең тиімді мына көзінің бірі осы атомный электростанциясы. Өткен себебі, мысалы, Францияда где-то 50-60% осы атомный электростанцияны қолдану арқылы. Өйткені ол былайынша айтқан кезде енді әрине Чернобыль, сосын Фукусима, олардың несі басқа, неге ондай болғаны, там есть какие-то вредительства, басқа. Негізінен оны жаңағы таза қалай деп айтса болады, таза электр көзі деп айтуға болады. Өйткені себебі оның барлық несін ережесін ұстасаң, ол дұрыс кетеді. Ал енді жаңағындай мынау қазір шығып жатыр көп материалдар. Мынау нені Чернобыльді әдейі істеген деп. Жаңағыны адамдар болады, сатқындар болады, шпион емес, мынау ішкі жау жаман. Сырттан келген емес, іштегі жау. Оны білдірмейді олар. Соны уақытысында сол мамандықты білетін адамдардың қолынан алып, мамандықты білмейтін бір неге мекемеге береді. Олар оның это же тонкая технология. Сонысын не қылмастан, енді егер жасырмай айтатын болсақ, мынау ақш-тың істеген іс-әрекеттері әдейі кеңес үкіметіне қарсы. Оны дәлелдеу қиын, өйткені көп нәрселер бар ғой. Сол себепті біз енді оны істейтін болсақ істеуіміз керек еді.
ол үшін күшті дайындық керек еді ғой. Уже қазір 30 жыл өтті, иә. Мысалы, орыстармен қоян қолтық жұмыс істеп жатырмыз. Олар шынын айтқан кезде сол атом электростанциясын салудан бірінші орында. Басқаларына қарағанда бірінші орында. Басқаларында емес. Ал енді оның арт жағында не жатқан маған айту қиын. Өйткені себебі ол мына екі президенттің арасындағы мәселе, басқалары бар, несі бар, оған дайындық керек, оған адамдарды дайындау керек. Мынау сол жерде жұмыс істейтін, не қылатын. Мен айтып отырмын ғой, енді оны қазақшаға аударудың өзі бір жатқан нәрсе болады. Үлкен жұмыс. Көрдіңіз бе, мәселе осындайларда. Мына электростанциялардың өзі оңай емес. Мына жаңағы көмірмен істейтін, газбен істейтін, олар нелер ғой, жаңағы құралдар ғой. Олардың бір жеріне қата кетсе, анау кейде турбинаның басындағы қақпасы ұшып кетеді. Өйткені ананың ішіндегі давление, оның ішіндегі температура соншалықты дұрыс орындалмаған кезде. Сол себепті оған біз өте мұқият дайындалсақ, біз оны істер едік. Ол бізге келешекте енді, бірақ қазір келешектің мына көк энергетика деп отырмыз ғой. Бұл оңай нәрсе емес, бұл несі мынау өсуі өте нашар. Оған көп қаржы керек. Оны мысалы немен желмен айналатын не бар ғой. Оның жаңағы өзіндік құны өте биік. Оны қытайлықтар бюджеттен өздерінің ақшасын шығарып жауып отыр. Біз оны істей аламыз ба? Өйткені себебі сізге осынша биік жаңағындай қымбат энергия керек па? Қазір соған бет бұрғызып жатыр. Оған өткен себебі Европада, сосын Францияда, мына әсіресе бұрын кеңес үкіметінің көмегімен көп елдерде сол салынған тұғын. Мына Прибалтикада, солардың бәрін ана жақтан жаңағы Евросоюздар жапқызып жатыр. Вот и все. Әйтпесе қандай керемет ана Игринский электростанция, атомный электростанциясы. Хорошо, что Лукашенко көнген жоқ. Лукашенкоде де бар атомный электростанция. Ол биік технология ғой. Өте жоғары технология. Оған қол жетсе, ол келешекте не болады дегенде. Әлі ойланатын нәрселер көп айналайын. Не саған, как маман ретінде, как азамат ретінде айтайын, бізге ойланып істейтін нәрсе. Біздің басымыз қосылмайды. Ондай сол қол, оң қолдың не істеп жатқанын білмейді. Онда ол болмайды ондай нәрсе. Оған өте қатал сондай бір не керек, команда керек, мынандай ішкі дүние керек, сол түсіну. Кешегі мамандар бүгін жарамайды ондайға. Мен мысалы сол атомный электростанциялардың алдында сөйледім біраз. Біз оны салатын болсақ, қазірден бастап дайындалып, мамандар дайындауымыз керек. Ол эксплуатация өз алдына, ал енді ремонт жасайтын бар, басқа жұмыстар көп қой, әртүрлі жұмыстар. Бұл мемлекет болғаннан кейін оның нелері көп болады, тетіктері. Сол себепті бізге әрине, біз қазір әшейін анау не ретінде сатып жатырмыз. Әшейін бұлай не, оның нелері көп, мүмкіншіліктері жаңағы жоғары көтеру. Соған кішкене мен де ойланғанда қалай десем болады. Оны сол президентке бірден кейін жеткізудің өзі қиын. Ол анау сананы айтады, мынаусы мынаны айтады, өйтеді, бүйтеді. Мамандар емес қой. Әр нәрседе маман болуың керек. Маман ғана өзінің көз қарасын дұрыс айта алады. Ал енді ат үстінен ананы бүйтеміз, сондай көбейіп кетті. Онау бутафора. Мен мысалы өз жаңағы дипломымды, одан кейін барып ана кандидатский, ол бутафора емес, мен отырып күні түні соны жан жағын бәрін қарап сөйтіп істеген жұмысым ғой. Сол себепті
мысалы анау жаңағы юнидадан мынау дамушы елдерге энергетикасын дамытуға әсері қандай деген тақырыпта диплом жаздым. Соны ағылшын тілінде қорғадым неде жаңа сыртқы сауда академиясында. Сол себепті анау енді неде газетте жазған ғой, анау Михаил Иванович Есенеев бір керемет кісі болатын. Детдомда өскен ғой, қанша әйелі орыс, бірақ қазақ десе жанын беретін. Сол кісіні подвайт етпейін деп, сол үйіндағы барлық документтерін келіп бәрін көрсетіп, неғып құшақтап, сонда мынау кім Назарбаев ол кезде председатель Совмина. Соның Владимир Васильевич дейтін Ни деген несі болды, көмекшісі. Соған мынандай бір қағазға жазғаны, бір жерде жатыр сол қағаз, бірақ есімде жоқ. Владимир Васильевич Сейдуалиев окончил академию внешней торговли, ананы істеді, мынаны істеді, біраз материалдар алып келді. Бұл Есенәлиевке керек емес, Қазақстанға керек адам деп, ана кісімен жолықтыр деп жаңа қағазы жазып берді. Неге апарып бердім, ол айтты, тоқтай тұр, мен саған өзім айтам, соны бұйы жолықтырған жоқпын, кездеспедім. Сонда жаңа алып келген заттарымды көрсетіп, айту, мынаны өйтсек, мынаны өйтсек. Вот енді, это же тоже, это не так просто, организационный вопрос, бәрі. Жаспыз ғой, іштенке әлі жеке ел болған жоқпыз, жеке басымызға қиындық түскен жоқ, сол кеңес үкіметінің арқасында жүрдік. Құдайға шүкір, ол кезде енді стипендия берді, жатақхана берді, оқы деді, направление берді. Ол енді кеңес үкіметін барлығы қара күйе жауға болмайды. Өз еліңе еңбек ететін болсаң, сен ойламауың керек, жаңағы осыдан мен не. Мысалы, жаңағы цунами. Тек қана рахмет оғанда, Қасым Жомарт Кемелевич рахмет айтып жіберді. Бір какой-то министр Қасым Жомарттың орынбасары сол үшін орден алды. Мысалы, әр жерге керек нәрсе ол мынау тазалық, таза болу. Таза еңбегіңді, таза неңді, ол енді ертелі-кеш білінеді ғой. Сондай нәрселерге келген кезде кішкене ойлайсың, есім дұрыс, жүрісім дұрыс, неге бар ешқандай мән бермейді сенің істеген ісіңе деп. Ол өзі қиын қыстау жағдай болды. Осы кәдімгі мынау Құдай самасын жаман ғой, қазіргі ковид. Ода сол бір кішкентай уақыттың ковиді болды ғой, бұлайынша айтқан кезде. Ол енді кейде скромный емес та, бұлай өзіңді көрсетсең де, көрсетпесең де, әркім өздерін білгенін істеп жүреді. Бірақ негізінде қай жерде жүрсең де, сол қазақ деген қаның болса, сосын барып мынау дін деген нәрсені біз кеңес үкіметінің уақытысында қолданған жоқпыз. Бірақ оның күші бар. Жаңа өзіңе келтірген соның біреуі. Мысалы, сонда жүрген кезде мынау ненің Таиландтың оңтүстік жағында нелер болды. Жаңағы Малайзия. Мұсылмандар, малайлар, сол жақтан келгендер, солар бөлінеміз деді. Сосын бұлар оларды сепаратистер деп неғыла бастады. Енді шариғаттың заңы бойынша, егер адам мешіттің ішіне кірсе, оны өлтіруге болмайды. 25 адамды бұлар қырып салды мешіттің ішінде. Ана жақтан арабтар, мына жақтан мұсылман бәрі көтеріліп кетті. Сосын неғыларыңын білмей бұлар сасқаннан бізді сол оңтүстікке шақырды. Мына мұсылман елінен келгендер. Біз енді қазақтар мұсылман елінен келгенбіз ғой. Соны барып бірінші көрін 5000 әйел, мынандай үлкен не бар ғой, андай спорт площадка сияқты үстін жауып қойған, сонда отыр. Ендігі сонда несі, бізбен кездестіріп, мұсылман елдерін бізге жаңағы әйтеуір қолдарынан келгенше өздерің тәжірибелеріңді, өздерің сөздеріңді айтыңдар деген түсіндім оны. Сосын мен олардың премьер-министрі өзде Таксин Шинават деген миллиардер, бывший полковник, анау ненікі, как его, полицияның.
соған айтым, премьер мырза, бізде президент осындай халықтар достығы деп, әр халықтың жаңағы алдыңғы қатар азаматтарын қосып ассамблея жасады дедім. Оның мақсаты дедім, мынау бір-бірімізге бұлай бір рез бетімізді ашып алсақ, одан кейін барып ұрысып, соғысып, мысалы Қарағандыда болды ғой, бір қазақты армендар өлтірді. Сол жерде жаңағы менімен бірге сенатта болған жігіт, сол Қарағандының әкімі тұғын, Ерлан Қошанов. Сол молодец, бірдеңке қылып басты. Жаңа армендарды шақырды, ананы қылды, мынаны қылды, ошыңда сондай деп. Ол от сияқты өйтіп сақсаң уже кетті. Бұлар да соған жақындап қалған кезінде мен соны айттым жаңа премьер-министрге. Ойланып қалды, да бізде енді көп болмаса да осы 3-4 ұлттың өкілдері бар деп, жаңа мұсылмандар, нелер. Оларда сол премьердің орынбасары болды, Нұрмұхамед Нұр деген, мұсылман. Осы мені көрсе, туған інісінде жолығып, екеуміз сөйлесіп, ол бір рез айтты, менің арманым сол Әзірет Сұлтанға барып шығу деп, мынау неге. Мен айттым, мен аман болсам, оны ұйымдастырам, алдымен принцессаны апарайыншы деп. Оның өте дұрыс деді, мен оны қолдаймын деп. Сол осы жерден оның әр басқан қадамын принцессаның, соны еден көрсетіп тұрды Таиландта. И жаңағы неге Ахмет Яссауидің кешенесіне кірердің алдында ол менен сұрады. Мен мынандай басыма ештеңке тартпасам бола ма деп. Өйтіп, әрине сіз буддисіз ғой, бұл жерде мұсылман әйелдерін жарты минут ойланды, рас бәрін басына сал, жаңа өзім көрген негемен сонымен кірді. Соны көрсеткен екен, ана жақтағы мұсылмандар, бейшаралар, ойбай біздің принцесса қайда жүр, қандай мына не деп, Қазақстан деген қай жерде,ошым барған кезде бұны дереу өздері шақырып, сұрап, соны кішкене басқандай осы кісі болды жаңағы принцесса. Ханшайым. Ақылды болғанда өте ақылды, бір керемет. Өз көзінен көрініп тұрады жаңағы ақылы да, жүрісі тұрысы да, абсолютно без эгоизма, жан-жағындағының бәрі өздері өз сияқты. Несколькими языками, философы, историки, сондай адамда. Соны, мысалы, соны енді әжептер ол кейіндірек бір осындай не болады ғой, жаңағы дипломаттарды шақырып, анандай күн, мынандай күн бір кездесіп қалғанда рахмет, мен сол жолы барғаным өте жақсы болған екен деді. Құдайға шүкір, мен анау жаңағының ішінде суретте тұрған, мен көрсетейін, менің әйелім мен қызым. Олар енді маған әрине көп, мұнаның ішінде қазір. Мынау ең астында тұрған әйелі мен қызым. Қызымның аты Бұйпайрус. Соны әдейі мынау Бұйпайрус Исмаилова сияқты бір азамат болсын деп қойғаным ғой. Мынау неде сол жерге келгендер әрине көру үшін, білу үшін келеді, қалай ел, не болды, не қойды деп. Сондықтан жас дипломаттарға қандай кеңес бересіз? Жас дипломаттарға ең керегі бірінші ол қазақтың тілі. Қазақтың тілін қандай болмасын білуің керек. Қазақтың өнерін, қазақтың салт санасын, қазақтың дәстүрін. Енді қалай сен қазақ болып тұрып, оларға қазақтың тарихын білмеген, қазақтың кім екенін айта алмасаң, онда барғаның не, бармағаның не. Сол себепті бірінші мен анау дәріс бергенде де айттым. Айналайындар, қайтадан қазақтың грамматикасын оқыңдар. Қайтадан мынау қазақтың сөздігін дипломатиялық істерде қолданатын, соларды жатқа біліңдер. Жаңа ноталарды қазақ тілінде жаза біліңдер. Онсыз болмайды, онсыз біз қашанғы Ресейдің қолтығының астында жүреміз. Рахмет, оларда уақытысында не қылдық, как говорится, дружба, мушичок ороз дейді орыста. И сосын барып, мынау Қытайлармен де өте Қытайлар міншіл келеді. Как бірдеңкені жіберіп алдың ба, ясно, осындай деп. Ол енді өте қиын нәрсе. Олардың тілін білу, ол Қытай ел емес, это цивилизация. Біз сол
араласып енді амал жоқ. Амал болмағанда өзімізге байланысты. Если біз солардың арасында бүйтіп түк болмай кетсек, онда цена нашего столько. Ал егер солармен қосылып айтып, мамандар да бар қазір, сол жақтан келген қазақтар да бар, солардың бәрін басын қосып бір салиқалы жұмыс жасауымыз керек. Онсыз болмайды. Ол биткенмен ештеңке шықпайды. Сол себепті жастарға айтарым, оқыңдар, осы ең соңғы күнің сияқты болып барлығын жасауларын керек. Оларға тойтарыс бере алуларын керек. Уәжбен, доказательные факторы. Всегда надо учитывать их характер, их желание, как бы чего. Онсыз болмайды ғой. Анау қазақтар айтады ғой, сырын білмеген аттың сыртынан жүрмей теуіп алады дейді ғой. Сол сияқты нәрсе ғой. Біз солардың сырын білуіміз керек. Бір олармен айтысуымыз керек. Қалай енді олардың жаңағы несі, былайынша айтқан кезде саясаты әртүрлі болды. Кімнің Мао Цзэдунның уақытында бір саясат болды, одан кейін Дэн Сяопиндікі басқаша болды, енді мыналар басқаша. Мысалы, сол шекараны беріп жатқан кезде мен сенаттың ішінде жалғыз өзім Қасым-Жомарт Кемелұлына сұрақ бердім. Ол кісі былай бүйтіп не қылды да, мынаның 47% кімге, Қытайға кетеді, 53 көп процент бізге қалады деді. Шынында оның 100% біздің жер қой, оны деп сөйтіп айттым. Сол кезде ол кісі маған айтты, Сәкен Смаханұлы деді, бұл жер туралы, осы жер туралы бізде бірақ документ бар деді. Ол 1862 жылы Чукунчакский соглашение деген мына Орыс империясы мен Қытай империясының арасындағы қағаз деді. Оларда тола дәлел деді, осы жер солардың екенін жаңағы қағаздары бар да мынандай. Әрине оныңға мен қатысқан жоқпын, оны егжей-тегжейін білмегеннен кейін қалай деп неғылам, бірақ сұрақ беруіне сұрақ бердім. Сол кезде Тоқаевтың берген жауабы сол. Сосын айтты, қазір олардың 5-ші поколениясы келе жатыр Сәкен Смаханов деді. Жастары. Біз оларды білмейміз қалай қарайтын деді. Айтайын деп тұрдым да өзімді тоқтаттым. Ондай қорқатын болса, онда мына балқашқа деп берейік та, оны немес деп бүйтіп тиісейін дедім да, сосын жоқ. Ол болмайды. Бұл кісі енді барлық ненің бәрін көріп, бәрін бостан-босқа неған жоқ қой. Бірақ қазақта екі нәрсе, қазаққа қатты тиетін. Ол жесір дау, жер дау. Осы сөзді ұмытпа. Жесір дау, жер дау. Ол мен өзімді бүйтіп неғаным емес. Бірақ бәрін демей отырғаннан кейін қатты жаным қаным қайнап кетті да, сосын айттым, осындай. Қалай? Енді мемлекет болғаннан кейін оның осал жері болады, оның күшті жері болады. Әрине бәрін беске деп айта алмаймын, бірақ Құдайға бүгінде бір рахмет, біз қазір өзіміздің мемлекеттілігімізді орнаттық. Анау жаңағы Лондонда болсын, не болмаса жаңағы қай жерде болмасын, сондағы мақсатымыз осы Қазақстан мемлекетін таныстыру елмен. Қазақстан деген ел бар деп. Әсіресе анау біз Евросоюзға не болдық қой, төраға болдық қой, ОБСЕ-ге кешірім. Қазақшасы қазірше қауіпсіздік.